Келесі жай ғана оңай бит жазып үйренейік. Ол үшін бірінші темпті қойып алайық. Мен қазір электронный музыка жазғым келіп тұр. 128 BPM таңдаймыз. Мүмкін идея, мүмкін future pop көреміз. Бірінші неден бастаймын мен әрқашан, яғни мелодиядан. Пианинаны таңдап алайық. Бірінші мелодия ойнайық. Көріп отырғандарыңыздай, менің музыкалық білімім жоқ. Ештеңе ойнай алмаймын. Мен клавиште тек тональность тапқаннан басқа тональностьтің өзін шаққа дейін табамын. Сол үшін жұмысты оңайрату үшін мен не істеймін? Қалаған бір MIDI файлды алайын. Осы MIDI файлды мен ойнады деп елестете беріңіздер. Әдемі мелодия. Керемет ойнағам. Келесі, осы MIDI файлдың үстіне басып, Ctrl-ды ұстай отыра, төмен түсіреміз. Яғни, біз MIDI файлды копировать еттік. Бірінші MIDI файлдың ішіне кірем. Мен мелодиясын өшірем, тек қана аккордтарын алып қалам. Екінші MIDI файлдың ішіне кірем. Аккордтардың барлығын өшірем, тек қана мелодиясын ғана алып қалам. Бірінші бізде аккорд бар. Бірақ мен осы аккордтағы пианинаның дауысын өзгерткім келіп тұр. Басқаша пианино қарайық. Және мелодияға бөлек инструмент табайық. Әзірше осы звук маған ұнап тұр, осыны қалдыра тұрайық. Пианинаның дауысын басайық. Келесі инструмент бізге бас керек. MIDI файлды көшіріп алғаннан кейін екі рет басып ішіне кіреміз да, керек емес аккордтарды өшірейік. Тек қана астыңғы ноталарын алып қаламыз. Келесі шамамен біздің мелодия дайын болғаннан кейін драм секцияға көшейік. Бірінші біз бочка таңдаймыз, яғни Media Explorer кіреміз, Yo немесе Ctrl-Alt-X. Өзіңіздің жеке sample пакыңызға кіргеннен кейін бұл жерден қалаған бочкалеріңізді алып қойсаңыз болады. Мысалға, маған бұл жерде маңызды бочканың сапасы мен және тональності. Біздің тональності ре диез болғандықтан, маған ре диез тональностіндегі бочка керек. Таңдап көрдік, алдық. Енді біз сетканы 1/8-ге ауыстырайық, және де бочканы сетка бойынша қойып шығуымыз керек. Ол үшін бірінші Ctrl және мышканың сол жақ батырмасын ұстай отыра көшіру. Бочканың дауысын азайтайық, ол үшін кнопка А немесе фейдерден азайтуға болады. Бірінші такты толтырып алғаннан кейін барлық бочканы белгілеп алып, Ctrl мен мышканың сол жақ батырмасын баса отыра көбейтіп алуымызға болады. Келесі таңдайтын звук ол клэп. Клэпті әрбір екінші бочкеге қойып шығайық. Және оның дауысын азайтамыз, яғни А. Келесі бізге кейбір луптар керек. Мысалы, сіз sample папкаңыздың ішіне кіріп, қалаған лупыңызды таңдасаңыз болады. Біздің проекттің темпі 128, бірақ маған 124 темпіндегі луп ұнап тұр. Егер оны біз өзіміздің проектімізге алып келетін болсақ, ол біздің проекттің темпімен ойнамайды. Ол үшін айтымның ең соңғы бөлігіне барамыз. Және альтты басқан кезде қолдың суреті шығады, жұдырықтың суреті шығады, және альтты ұстай отыра мышканың сол жақ батырмасымен солға қарай жылжытамыз.
автоматикалық түрде біздің темпімізге сәйкес келді. Немесе оңай жолы бар, яғни tempo match off дегенді tempo match onға қоямыз және таңдаймыз. Яғни бұл жерде тұрған бүкіл луптар біздің проекттің темпіне автоматикалық түрде ауысады. Және де осы луптың дауысын басайық. Мен таңдаған клэп ұнамай тұр. Оны жылдам және тез ауыстыруға болады. Клэпті таңдамай тұрып, tempo match on'ды offқа ауыстырамыз. Не үшін? Клэптің темпін созып немесе қысқартып жібермеу үшін. Бұл жерде тез ауыстырудың жолы, яғни клэпті аламыз. Біздің клэп тұрған дорожканың қалаған айтының үстіне басамыз, саламыз, және бізде replace media item source настройка шығады. Егер сіз replace the target media with the source media таңдайтын болсаңыз, тек қана осы клэпті ғана ауыстырады, ал қалған клэптерге тимейді. Ал егер сіз replace all items таңдайтын болсаңыз, барлық клэптер автоматикалық түрде өзгереді. Өзгерді, міне. Мысалға, мен клэптің орнына snare қолданғым келіп тұрмын. Дәл сондай қылып snare-ді аламыз да, клэптің үстіне апарамыз. Replace all дейміз. Окей. Автоматикалық түрде біздің бүкіл клэптер snare-ге ауысты. Бұл жерде жалғыз snare клэп емес, сонымен қатар бочканы да өзгерте аласыздар. Басқасын таңдап көрейік. Таңдап алғаннан кейін барлық драм секцияны бір папкаға сақтайық. Яғни бүкіл тректерді белгілеп аламыз да F кнопкасын басамыз. Жақсы. Келесі жасайтынымыз мелодияға сайдчейн жасағым келіп тұр. Бұл жерде бірнеше вариант бар. Бірінші вариант, яғни плагин қолдану, Kickstart, немесе Volume Shaper. Kickstart-ты ашамыз, плагин дайын тұр, тыңдап көрейік. Сонымен қатар Kickstart-ты басқа да қолдануға болады. Kickstart плагинсіз тыңдап көрейік. Kickstart плагинмен бірге тыңдайық. Және де сол сияқты пианиноға да қолдануға болады. Келесі трекке кішкене өзгеріс берейік. Мысалға, бұл интро деп алайық. Бұл жерде яма деп алайық. Мысалы, ямаға бір эффект қондырайық. Мен long field-ды таңдап алдым. Және проектті оңға қарай жылжытайық. Көшіреміз пианиноны және long field-ның дауысын басайық. Сонымен қатар қосымша тағы да инструмент ашайық. Мысалға pad. Екеуін белгілеп алып, Ctrl плюс G-ді басамыз, яғни клейлеп аламыз бірге. Және де мен үшін pad-тің октавасы өте төмен естіліп тұр, сондықтан автоматикалық түрде бір октаваға көтерейік. Ол үшін MIDI файлдың ішіне кіріп көтеруге болады, немесе
Octava 12 кнопкасын басамыз. Басқа бір звук таңдайық. Мысалға, уақытша осы Pad'ті қолданайық. Және де Ctrl-D мен келесі бетке көшірейік. Pad'ке Pad деп жазып қояйық. Және бұл жерге бағана айтқан Kickstart плагинін салайық. Енді қараңыздар, бұл жерде менде бочка немесе драм секция жоқ, сондықтан мен тек қана Kickstart'тың дроп вариантында ойнағанын қалаймын. Ол үшін не істейміз? Кіреміз Kickstart'қа. Ол үшін Bypass плагин кнопкасын сөндіреміз, қайта қосамыз да Last Touched FX параметрді ашамыз. Осы жерден нүктемен белгілейміз. Және жоғары көтереміз. Бұл жерде плагин жұмыс істемейді. Көріп отырғандарыңыздай, және дроп частынан бастап жұмыс істейтін болады. Екі MIDI файлды қосып аламыз біріне. Ctrl мен мышканың сол жақ қатырмасын басып, осы жерге алып келейік. Интроға тыңдаймыз. Аранжировканы сан түрлі қылу үшін мен октава төмен кнопкасын басамын. Біздің MIDI файлымыз октава төмен түсті. Осы жерден де Kickstart'ты өшірейік. Ол үшін дәл жаңағыдай Bypass плагинді басып сөндіреміз. Және Last Touched FX параметрді басамыз. Және бұл жерде жоғары көтереміз. Бұл жерде біз ешқандай сведение жасамаймыз. Және де бұл жерде біз ешқандай аранжировканы қатты дамытпаймыз. Тек қана тез, жылдам көрсетіп кеттім, қалай жасалады, қандай кнопка қай жерге жауап беретінін. Мысалға, біздің жасаған ямы кішкене бостау болып тұр. Сондықтан бір сэмпл тауып алайық. Мысалға, мен андай сэмпл таптым. До диез минор. Және бұл жерде біздің темпіміз 128 болғандықтан Time Match 10-ға қоямыз. Проектке алып келеміз. Және де осы жерден көтеріп, дауысын шығарайық. Және де дәл осылай тректерді арман қарай өздеріңіз дамытып алсаңыздар болады.